Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше ас, кешкі және түскі тағамға жасауға болатын, бар жоғы 20 минут уақытыңызды алатын запеканканың рецептісін ұсынамын. Дәмі өте керемет болып шығады, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алып, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Бізге керегі бұл картопты теркадан өткізіп аламыз, одан кейін тұз, бұрыш, жасыл сарымсақ, жұмыртқа және ірімшік қажет болады. Картоптың үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті және де 2 жұмыртқаны, көк пияз бен тұз бұрышын салып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Құрамы қарапайым, үйде бар заттардан жасалады. Дәмі өте күшті және тойымды болып шығады. Осы видеоның астына описание бөліміне қажетті заттардың барлығы мөлшерін жазып қоямын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Енді дайын болған біркелкі массамызды противенге пергамент қағазын төсеп, барлық жеріне бірдей қылып тегістеп жайып шығамыз. Бұл картоптан жасалған рулет болады, сондықтан бір жері жұқа, бір жері қалың болып қалмай, біркелкі тегіс болуы тиіс. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Енді ортасына салатын начинкасын дайындаймыз. Бізге кез келген тартылған ет қажет, сиырдікі болсын, қойдікі болсын, барлығы жарай береді. Оның үстіне ұсақтап, төртбұрыштап туралған қызанақ, көк сарымсақ және де пиязды қосып, чеснок қосып, барлығын жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Қақпағын жауып қоямыз. Сол кезде біздің еттің өзінің сөлі шығып, дәмі күшті болып шығады. Енді дәміне қарай тұз қосасыз, қара бұрыш, қаласаңыз паприка қосуға болады, кез келген дәмдеуіштерді қосуға болады. Барлығы өз еркіңізге қарай. Мен дәмдеуіштер қоспадым, сонда да дәмі өте күшті болып шығады. Және бір ас қасыққа толтырмай томат пастасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кішкене су құйып, примерно 20-30 мл су болса жеткілікті, араластырып, қақпағын жауып, пісіріп аламыз. Біздің начинкамыз дайын. Жаңағы картопымызда пісіп дайын тұр, пергамент қағазына жабыспайды, қарасаңыздар. Енді жаңағы начинканы картошканың үстіне түсіріп, барлық жеріне біркелкі қылып тегістеп жайып шығамыз. Начинкасын салып болғаннан кейін жаңағы картошкамызды рулет сияқты қолымызбен орап шығамыз. Егер ыстық болса, осылай пергамент қағазымен орасаңыздар болады. Енді рулеттің бетіне үккіштен өткізіп, осылай ірімшікті салып шығамыз, барлық жеріне жеткіземіз. Жаңағы ішіне қосқаннан бөлек бізге осы әсемдікке де ірімшік қажет болады. Енді 180 градус қызып тұрған пеште 2-3 минут ірімшік ерігенше ұстаймыз. Мінекей достар, біздің ірімшігіміз еріп, өте күшті болып тұр. Біздің 20 минутта дайындалатын запеканкамыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерде де бір жасағаннан міндетті түрде шығады. Дәмі өте күшті болып шығады, тойымды және күнделікті тағамнан жалықсаңыздар, осы тағамды арасында жасап тұруға кеңес беремін. Достар, сіздерге рецепт ұнайды деген үміттемін. Егер жасап жатсаңыздар, осы видеоның астына комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, онда менің каналыма тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде жаңадан шығатын видеоларды сіз бірінші болып көре аласыз. Сіздермен болған Нұрзат, келесі видеода кездескенше.